Ақша ағашының да шипасы бар. Бүгінде ақша ағашы деп аталатын өсімдікті көп үйден кезіктіруге болады. Яғни оны үйге ақша шақырады деп өсіреді. Бұдан бөлек, оның бактерияға, вирусқа қабынуға қарсы да әсері зор екен. Білетіндер бұл жөнінде былай дейді. Үйде біреу сырқаттана қалса, бөлмедегі ақша ағашының ахуалы нашарлай бастайды. Яғни, ол зиянды қуатты өзіне тартады, солып, жапырағы түседі. Адам сауыққан кезде оның жағдайы да жақсара бастайды. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Пайдалы ақпаратты жалғастырмас бұрын каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Себебі келесі шығатын пайдалы ақпаратты жіберіп алмайтын боласыз. Ақша ағашы ерінге ұшық шыққанда пайдалы. Ол үшін бірнеше жапырағынан шырынан сығып алып, бүлінген жерге әр 30 минут сайын қойып тұру керек. Шырынды матаға сіңіріп, оны бүлінген жерге пластырмен бекітіп қойса болады. Ангина, тонзиллит мазалағанда 10 жапырағынан сығылған шырынға 200 мл су араластырып, онымен тамақты күніне 3-5 рет шайып тұрған дұрыс. Таңертең тамақтан 1 сағат бұрын 2 жапырағын әбден шайнап жеу керек. Оны пиелонефрит, циститке қарсы пайдалануға болады. 5 жапырағын уақтап, үстіне 200 мл ыстық су құяды. Сосын 1 сағат тұндырып сүзіп алады. Күніне 1 ас қасықтан 3 мезгіл тамақтан 15 минут бұрын ішеді. Артрит, артрозға қарсы қолдану. 10-15 жапырақтың шырынын сығып, бүлінген буынға ұйқыға жатар алдында жақпа май есебінде қолданады. Ақша ағашының жапырағын тіліп, геморройға қолданса көмектеседі. Жарақат, жара, күйік, сіңір созылуы, соққы әсерінен жою кезінде де ақша ағашының жапырағынан ботқа жасап, зақымданған жерге жағу, үстінен дәкемен бекіту керек. Әр 2-3 сағат сайын таңғышты алмастырып тұруға болады. Ескерту: ақша ағашында мышьяк көп, сондықтан одан жасалған тұнбаны тым көп ішуге, жалпы оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Осыны ұмытпаңыз. Ақша ағашының ерекшеліктері мен сипаттамасына тоқталсақ, ақша ағашы семіз әйел немесе красула. Фэн шуйде үйге байлық пен гүлденуді тартатын бойтұмарлардың бірі. Оның дөңгеленген тығыз жапырақшалары жасыл тиынға ұқсайды. Ағашты үйдің оңтүстік-шығыс бөлігіне отырғызған дұрыс. Өйткені байлық секторы сол жерде орналасқан. Зауыт жарықты жақсы көреді, сондықтан ол терезе төсенішінде ыңғайлы болады. Тамырлардың шіріп кетуіне жол бермеу үшін кастрюльде жақсы дренаж болуы керек. Ол үшін құм мен ұсақ қиыршық тастан жасалған топыраққа артықшылық беріледі. Ақша ағашы ылғалды көп ұнатпайды, сондықтан оны жиі және мол суарудың қажеті жоқ. Фэн шуй бойынша ақша ағашы ақша тарта бастауы үшін оны белсендіру керек. Мұны әртүрлі тәсілдермен жасауға болады. Кастрюльге ең жоғары номиналдығы монетаны көміңіз. Кастрюльдің түбіне кез келген 3 тиынды салыңыз. Ақша ағашының бұтақтарына 3 Қытай тиыны ілінеді. Міне достар, бүгінгі шағын ғана пайдалы ақпаратым кәделеріңізге жарасын. Егер де видео ұнаса, лайк басып төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.